Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз, яғни овуляция. Овуляция дегеніміз не? Овуляцияны біз қалай білеміз? Овуляция бізде бар ма деген сұрақ көп келіншектерді мазалау керек. Күйеуге тигеннен кейін, жүктілікті жоспарлаған әр қыз-келіншекте овуляция деген терминді білу, мен ойлаймын, қазіргі 21 ғасыр білу керекпіз. Ол деген не? Қалыпты етеккір циклы бар келіншектердің барлығында овуляция болу керек. Овуляция дегеніміз аналық біздің безден жұмыртқа жасушаның пісіп жетілу кезеңін біз овуляция деп атаймыз. Бұл кезең негізі етеккір циклы 30-28 күнге созылатын болса, овуляция кезеңі 24 сағат, бір тәулікке ғана созылады. Біз бұны қалай анықтасақ болады? Бұны орташа есеппен, мысалға етеккір циклы 28 күн болса, біз етеккір циклының 14-13 күндері овуляцияға жақын күн екенін білулеріңіз керек. Оны сіз қалай білесіз? Оны бірінші кезекте қазір мен айтып өтейін, дәріханалардың барлығында овуляциялық тест деген бар. Сол тестті алып, сіз овуляция күні жақындағанда 13-ші күні бір емес, бірнеше тест аласыз. Сіз бірінші күні жасайсыз, онда міндетті түрде бірінші жаңағы таяқша шығады, қызылша, екінші таяқша солғын шығады. Сіз 13-ші күні тағы жасайсыз тестті. Оны қалай жасайсыз? Сіз зәріңізге 2-3 секунд батыра отырып жасайсыз. Екінші күні жаңағы солғын таяқша кішкене қоюлана түседі. Ал үшінші күні, яғни 14-ші тәулікте жаңағы екінші таяқша, бірінші таяқшадағы сияқты қою, яғни овуляция күнін дәлелдейді. Сол таяқшаларды сіз қоя отырып, қай кезде қоюлана түскенін біле отырып, сіз овуляция күнінің жақындағанын білесіз. Бұл бірінші әдісіміз. Екінші әдісіміз бұл УЗИ арқылы. Яғни сіз диагностикалық мақсатта УЗИ-ге барасыз. Менде овуляция бар ма? Овуляцияға жақындаған күнге фолликул бар ма? Фолликул деген сөз пісіп жетілген жұмыртқа жасушам бар ма менің? Соны білейін деп келіп едім деп, овуляция күніне жақындаған кезде, яғни 10-шы күннен кейін бара берсеңіз болады. Сол кезде сізге дәрігер айтады, оң жақ жұмыртқа жасушаңызда или сол жақ жұмыртқа жасушаңызда сізде фолликул, яғни жұмыртқа жасуша жетіліп келе жатыр. Сізде 2-3 күннен кейін осындай тәулікте овуляция болады. Сол кезде сіз жүкті болуға пайызыңыз жоғары сол күндері деп сізге дәрігер түсіндіреді. Бұны медицинада фолликулометрия деп айтады. Енді бұл екінші әдіс. Үшінші әдісіміз бұл жаңағы тікшек арқылы қалыпты температураны анықтау арқылы сіз біле аласыз. Мысалға, күнделікті біздің адамның температурасы 36-да 5, ал овуляцияға жақындаған кезде қалыпты температурадан температура 0,5-1 градусқа дейін көтеріледі. Яғни, сіз 13-ші күнге дейін есептеп жүрдіңіз, температураңызды күніге ол үшін төсектен тұрмай, таңертең сағат 7-6-ның уақытысында тікшекке градусникті тыға отырып тексересіз. Сонда 13-ші күнге дейін сізде 36-да 5 болып келді. 13-ші күндері мысалға 36-да 7, 14-ші тәулікте 36-да 9, ал 15-ші тәулікте 37-37-де 2, 37,5-ға дейін көтеріледі. Сіз сол кезден уже білсеңіз болады, бүгін менде овуляция деп, сол күні дәлдеп, мысалға, күйеуіңізбен қосылғаныңыз абзал. Овуляция күні жүктіліктің туына өте бірден-бір қолайлы, бірден-бір 100% жүкті болатын күнге сай келеді. Сіз осылар арқылы және қосымша мен айтып кететін жағдай, мысалға қалыпты жағдайда қыз-келіншектердің жыныстық жүйесінен үнемі орысша айтқанда влажный болып тұру керек, ол құрғақ болмау керек, слизь бөлінеді. Ал именно осы овуляция кезінде қыздар байқайсыздар, негізі қыздардың бәрі білу керек. Жұмыртқаның ағы бар ғой, сол сияқты мынандай созылыңқы, овуляция кезінде созылыңқы 1-2 күн осындай бөлініс болады. Қыздар оны біледі, сол күнде овуляцияға сай күн, сол күнге сай келеді. Және ең соңғы әдіс, қыздардың барлығында мен ойлаймын енді қыз болғаннан кейін ол біледі. Овуляция күнінде жаңа жұмыртқа клеткасы өзінің аналық безден бөлініп шыққан кезде кішкене оң жақ немесе сол жақта ауру сезім болады овуляция күнінде. Қыздар оны байқайды.
Неге? Өйткені аналық безден бөлініп шыққан, жарылып шыққан жасуша клетка өзінің нерв клеткаларының тітіркену әсерінен ауру сезімін береді. Сондықтан да қыз келіншектер оны сезеді. Өзінің бүгін овуляция күні менде бүгін менде ішімнің төменгі оң жағым, сол жағым ауырды дегендей сезімде болады. Осы белгілерді егер сізде болса, қыз келіншектер, сіздерде овуляция бар. Сіздер жүкті болуға 100% сізде денсаулығыңыз бар деген сөз. Осы әдістерді айтып өткім келген. Егер біздің видеомыз ұнаса, басқа да өздеріңіздің достарыңызға, қыз келіншектерге қызықтырған берсеңіз болады, бөліссеңіз болады. Және де өзіңізді қызықтырған сұрақтарды бізге жазсаңыз болады. Біз сіздерге міндетті түрде сізге түсінікті етіп жауап қайтаруға тырысамыз.